Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді пахлава пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен електен өткізген 300 грамм ұнымызға 1 шай қасық қамыр қопсытқышын салып, жақсылап араластырамыз. Келесі бөлме температурасындағы 150 грамм сары майымызды ұнымызға салып, қолымызбен біркелкі ұнтақ шыққанша араластырамыз. Жұмыртқамыздың сары уызын ақ уызынан ажыратып, 2 ақ уызға 70 грамм қаймағымызды салып, ұнтағымызға құйып, біркелкі қамыр шыққанша илейміз. Міне осындай жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Енді пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 250 грамм грек жаңғағы, 200 грамм қант және 2 ақ уыз қажет болады. Алдын ала грек жаңғағын үгітіп аламыз. Оның үстіне қантты және ақ уызды құйып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса шығуы тиіс. Міне біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп, біркелкі жұқа етіп жаямыз. Май жағылған формамызға бірінші қабат нанымызды саламыз. Жақсылап орналастырыңыздар. Екінші қабат салманың жартысын салып, жақсылап тегістейміз. Үшінші қабатына да нанды салып, барлығын шет-шеттерін жақсылап біріктіреміз. Және үстінен осылай бассаңыздар да болады. Вилкамен осылай тесіп қойыңыздар. Сонда көтеріліп кетпейді. Төртінші қабатына салмасын салып тегістейміз. Және 5-ші қабатына тағы да нан жабамыз. Жан жақтарын барлығын біріктіріп, артық нандардың барлығын кесіп алып тастаңыздар. Және қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай әдемілеп өріп қойдым. Формасы әдемі шығады. Дайын болған бәлішімізді жұмыртқаның сары уызымен жақсылап жағып шығамыз. Және бәліштің бетін осылай пышақпен біркелкі етіп, қатты баспай, кеспей, осындай сызықтар сызып шығасыздар. Енді дайын болған пирогымызды 180 градуста қызарғанша 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Сосын піскен пирогымызды ыстықтай күйінде бетіне 50 грамм бал жағып, қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Мінеки пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.